Кеш жарық құрметті менің көрермендерім, Шымкент белсенді жақсылық Досқайырұлы. Бүгінгі эфиріміз Түркістан облысы Ордабасы ауданы 26 жыл еңбек тәжірибесі бар білім саласында азаматымыз сол білім саласындағы әділетсіз шешімнің кесірінен 5,5 ай бойы жұмыссыз қалып, өзінің 6 бала шағасын асырауға мүмкіндігінен айырылып отыр. Және соттан әділеттік іздеп, сол сот залында әділетсіздік шешімге күйініп, өзіне қол салуға мәжбүр болды. Ал енді бүгін сол кісінің жақындары, қоғам белсенділері және заңгер Жаңабек Әбішев осы қойылымға келіп отыр. Сол кісілерді тыңдайық. Өзіңізді таныстырып өтіңіз. Мен Ермет Бейсен, Ермет Қасеннің туған інісі боламын. Мен сол сот залында сотқа қатыстым. 28 май күні болған сот қылмыстық іс бойынша. Ол жерде менің ағам сотқа кіргенде, сотқа тұр дегенде тұрды, отыр дегенде отырды, барлығын тыңдады. Осы судья Мырзабеков келесі тараптың жағына өтіп, солардың сөзін сөйлеп жатқан кезде менің ағам сот залында судьяға қарсылық білдірді. Қарсылық білдірген екен, судья орнынан тұрып, олар кетіп қалу керек заң бойынша. Ал бізге қаулы келіп тұр міне 653 баптың 1-ші бөліміне көзделген әкімшілік құқық бұзушылық жасаған үшін дейді. Сөйтіп былай жазды деші, Мырзабековтің заңды үкімдеріне бағынбау көрінген, яғни судьяның тоқтаңыз деген. Көрдіңіздер ме қандай заң бұзушылық? Бұл уақытта менің ағам барлығын бағынған, қарсылық білдірген судьяға. Қарсылық білдірген екен, судья орнынан тұрып шығып кетіп қалу керек. Ал бұл жерде олар тоқтаңыз, сот отырысы әлі бітпеді деп олай айта алмайды. Бұны уже тоқтатады, бұны сотты келесі басқа төрағасы қарайды. Бұл уже заң бұзушылықтар болады. Ал одан кейін егер оған дейін менің ағам судьяға бағынбаса, біздің міне қылмыстық кодекс процесінде жазылып тұр. 346 бапта бұл жерде тек қана 160 бапта көзделгенде тәртіптік ақшалай өндіріп алу қолдануға құқылы дейді. Тек қана штраф салуға ғана судья құқылы. Ал олар қылмыстық кодекс процесін алады да, бұлар болып жатқан сұрақта әкімшілік жазаға 5 күндік әкімшілік жазаға ондай тағайындалып, біздің ата заңымызда көзделмеген. Бұл судьялардың көрдіңіздер ме? Қандай қанша жыл еңбек өтілі бар судьялардың жасап жатқан қателіктері. Бұл қоғамда бұл барлық адамдар көру керек, бұны үлкен жағдайға жеткізуіміз керек. Ал мен адвокат емеспін, мен басқа ешқандай адам емеспін. Мен әшейін мыналарды оқып тұрып, әшейін Қазақстанның азаматын оқып тұрып, көзін жеткізіп жатырмын. Бұл жерде менің ағам сот залында өзіне пышақ салудың әкеп соққан судьялардың қателігі деп ойлаймын. Өйткені біздер бәрінде соқырға қалам ұстатқандай бәрінде көрсетіліп тұр. Рахмет. Кім жалғастырады? Сіздерден тағы бір айтып кетейін. Енді осы кісінің айтқан сөзін мынау заң тілімен Жаңабек Әбішев заңгер ағамыз түсіндіріп берсін. Сізге сөз. Әділетсіздікті іздеген азаматтың сот залынан, соттан әділеттік таппағандықтан өзіне қол салуға мәжбүр болуы жан күйзелісінің әсерінен.
ер азаматтың осы 5,5 ай уақыттың ішінде жаны күйзеліп, ер азамат есебінде өзінің отбасын, 6 бала шағасын асырау мүмкіндігінен айырылып, отбасындағы ержетіп қалған балалардың да билері түсіп кеткеніне күйзелуі, сәйкесінше сот залында соттың заңсыз әрекетіне шыдай алмай, өзін өзі қосаруы, ол қылмыстық кодекстің 105-ші бабында көзделген. Осыған сай біз бүгін мынау бауырлар маған келді, заңгер есебінде мен көмек беруге міндеттімін. Қандай мүмкіндік бар? Сөйтіп, Қазақстан Республикасы бас прокурорына обращение жасады. Құрметті прокурор, мына судьялардың бәрі мынау иммунитеті бар, қылмыстық құқық бұзушылық иммунитеті бар адамдардың қатарына жатады. Сондықтан бұларға қылмыстық істі ауданның прокуроры, облыстың прокуроры қозғай алмайды. Тек қана бас прокурордың келісімімен ғана. Сондықтан бас прокурордың өтіндік. Тағы да осындай қоғамда болмас үшін соттардың заңсыз әрекеті мынада. Бәрімізге белгілі, қарапайым сөзбен айтқанда, қылмыс дегеніміз ол ана бір жылдан, жарты жылдан бастап 25-30 жылға дейін сотталатын адамдарды соттайтын қылмыс үшін сондай қылмыстық кодекспенен реттеледі. Оның іс-әрекеті қылмыстық процесстік кодекспенен реттеледі. Ал оның төмен тұратын, көп болса жаңағы 20 күндік, 30 күндік қамақтан аспайтын, айыппұлмен шектелетін, әкімшілік құқық бұзушылықпен қарауға құқығы жоқ. Судьялар бұны біледі. Кешегі мен сот залында осы нәрсені түсіндіріп айтуға тырыстым. Өкінішке орай құлақ аспай, жаны күйзелген адамды онан сайын қылмыстық іс бойынша даже мынау сот залында тәртіп бұзғанның өзінде қамау көзделмеген. Тек қана айыппұл салу көзделген. Ол жаңағы айтып өтті, інілерді күні түні шұқылап, мына заңдарда көріп алды, 346-шы бабында көзделген. Ендеше бұлар қасенде оны түсінді, алдында көріп алған бәрін заңдарды. Сондықтан ол бұл әділетке шыдай алмады. Өкінішке орай қазір бәлсі жатыр, жағдайы қазір онша қауіпті емес. Мен түсінік бойынша бәлсіде болған жоқпын, жазылып кетсін. Бірақ қоғамда осындай нәрсе болмас үшін мына інілерінің қарапайым жігіттер өтініші не сай қоғамға біз мынандай жаңағы жолдарын жұлдаймыз, обращение қыламыз. Құрметті Қазақстан халқы, қоғамдағы кез келген осындай заңсыздық әрекетке қарсы тұрмайтын болсақ, ертең басымызға түскен кезде әділеттік болмайтынына мен кәміл сенемін. Осы қоғамның жарасында 30 жылдан аса жүрген азамат есебінде мен бұны білемін. Сондықтан үн қосыңыздар. Мынау менікі емес қой, маған қатысты емес қой деген ой болмай, кез келген қоғамның жарасында қоғамдағы әділетсіздікке үн қосыңыздар. Сонда ғана еліміздің мынау Сабырадай деген менің інім бар, Маңғыстауда тұратын. Соның әр қазақ менің жаңғызым деген ұранына сай, әр қазақтың отбасында осындай жағдай болмас үшін маған қатысы жоқ қой деп, менің баяғыдағы сыйларым ұсап, бұзауымызды ғана ойламайық. Атсалсыңыздар, хабарласыңыздар. Мынау әділетсіз іс-әрекетке қай тараптан болса да, соттың ба, басқа органның ба қарамастан үн қосуыңызды сұраймын. Неге десеңіздер, Қазақстан азаматының құқығын Америкадан, Өзбекстаннан, немесе Қытайдан кеп біреу бұзбайды. Қолында билігі бар, өкілеттігі бар, халық сайлауға тиіс,
бірақ көбісіне сайламайтын биліктегілердің ұзатуына сай осы еліміздің патриоты, азаматы ретінде еліміздегі кез келген заңсыздық қара тұрыңыздар. Қасен Ерімбетті қолдаңыздар, Қасенді қолдайық. Ал Қасенді қолдайық. Қолдаймыз. Қолдаңыздар. құрметті көрермендерім, сіздерге тағы да бір осы қанша эфир жүргіздім, айтып келе жатырмын, тағы да айтамын. Халқым, үндемей қалмайық. Үндемей қалмайық. Бұл ел біздікі, осы елдің болашағы біздің қолымызда. Сондықтан үндемей қалмаңыздар, атсалысыңыздар.